Өнер дегенде Қазақстанның халық әртісі, актер, режиссер Райымбек Сейтметовтың өнер жолы қиын жол, оған талмайтын қанат, таусылмайтын шабыт керек дегені еріксіз есіме түседі. Меніңше, бәрінен қиыны театр әртісі болу. Мысалы, кинода әртістің қайта ойнауына мүмкіндік берілсе, ал театрда бәрі басқаша. Көрерменнің көз алдында өнер көрсететін театр әртісі өзінің рөлін басынан аяғына дейін абыроймен сомдап шығу керек. Сондай өнердің ұлы жолында әлемдік классикадан бастап заманауи қойылымдарда өнер көрсетіп келе жатқан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Бекжан Тұрыс біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз аға. Таң ертеңгілік көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Бәрекелді аға. Аға, өміріңіздің 20-25 жылы театрмен тығыз байланысты. Жалпы театр сыншылары жазып жатады ғой, осы әрбір актердің өзінің бір жұлдызды шағы болады, бір биікке көтерілген бір дер кезі болады деп. Осы сіз сондай кезіңізді қандай образдармен байланыстырасыз? Образ көп қой, мен образдан бұрын осы кеше бір образ жасап шығардым деуге болады. Ол образ, сол жаңағы сіз айтып жатқан образ, ол мен өзімді өзім ойнадым. Жаңағы өзіңіз айтып жатқандай, мен шындығында ширек ғасырдан аса театрда қызмет етіп келеді екен. Бірақ елге не бердім, елде не алдым. Оның үстіне жасым 50-ге толған кезде ет жүрегің езілмесе, едіге де елді ойланмасаң, онда менің азаматтық көк тиынға да керек жоқ шығар деп, сонымен мен сол өнердегі Бекжан мен өмірдегі Бекжан екеуін біріктіріп, бір керемет образ жасап шығардым десем болады. Ол менің ішке жан айғайым, жүрек арызы, бүгінгі замандастарға деген, бүгінгі қоғамға деген. Ойлаймын, енді қазіргі айтушылардың, айқыштардың тілімен айтсақ жаман болмаған сияқты, сондықтан тағы да бір сәтті образ жасап шығардым ғой деймін. Бәрекелді. Аға, кейде актерлерге бітімі бөлек, ерекше көз қарастағы қаламгерлердің шығармаларында ойнау бақыты бұйырады. Қай драматургтың туындысы сіздің жан дүниеңізге ерекше әсер етті? Бізде мынандай бір қалыптасты, өзі шетелдің классикасына көп жүгінеді. Шетелдің көп классикасын қойсақ дейді, сосын бір жаңа бағытқа бір жаңашылдап қойсақ деп жатады. Мен кейде осы нәрсені онша толықтай келісе алмаймын, өйткені кешегі тақыр жерден театр ашқан біздің өзіміздің өнердің серкелері бар. Анау театрдың қазанға, театр құрылу тарихын тұтқалар болған бірнеше буын өкілдері бар. Бүгін санаулы ғана уықтары қалды. Сол кісілердің салған өзіне, олар біздің елдің дәстүріне, өнеріне сүйенген болатын. Тақыр жерден театр ашты, керемет өнерді көрсетті. Енді бұлай бүкіл әлемдік театрлардың несімен салыстырғанда біздікі кенжелеу болуы мүмкін, бірақ ал енді бағасы жағынан келген кезде ойып тұрып орын алатын кәдімгідей өзіндік қолтаңбасы бар театр. Сондықтан мен енді ылғи да айтып жүрем, біз жарайды батыстан басқадан алдық, ал енді қазақтан да алары болу керек қой. Кешегі Әуезов салған, Мүсірепов салған өзіміздің дәстүрлі мектебіміз бар. Енді біз неге оны басқаларға өз мектебімізді көрсетпеске деген, менде ылғи сондай бір жанталаспен жан айғай жүретін рас. Осы ойыңыздың жалғасы іспетті сұрақ. Қазір сахна өнеріне талап күшейіп келе жатыр. Осы қазақ театрын бір әлемдік деңгейге көтеру мақсатында шетелден режиссерлар шақырылып жатыр. Осы театрдың көркемдік деңгейін арттыруға осы режиссер шақыру шетелден қаншалықты ықпал етуде? Қазір бұл біз шетелден алдық, көрдік, үйрендік, енді олар бізден алсын деген нәрсе. Біздің, енді мен қандай ниетпен, қандай себеппен шақыратын білмеймін, бірақ мен өз басым ойлаймын. Солар сол жағы біздің қазақтың, ол өздерінің дүниесін емес, біздің өзіміздің дүниемізде Әуезовтың, жағы Мүсіреповтің, басқа да жағы үлкен драматургтарымыз солардың дүниесін алып қойса, соның қазақтың ішіне кішкене үңілсе екен деп, қазақтың қандай екенін білсе екен деп жүрген мен қазақпын. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қай образда деп. Мен айтар едім, мен Әбіш ағамыздың осы Абылай хандағы дивана образы мен шындығында бір үлкен бір белеске жеткізді ғой деп. Өйткені мен сол кісілердің өзінен, сол кезде елбасының өзінен үлкен баға алған болатын, бір ғасырдың өнін жеткізе білдің деген. Енді одан артық баға жоқ шығар деп ойлаймын актер үшін. Ұлыңыз Мағжан өзіңіздің қасыңызда 5 жасынан бастап әкем театрда жүрді. Уақыт өте келе сахнаға қайта оралып жатыр. Осы ұлыңыздың актер болғанын жалпы қаладыңыз ба? Жоқ, мен өз басым қалаған жоқпын. Сондықтан да мен Мағжанды алшақтау ұстадым.
оқу бітіргеннен кейін де мен балама айттым, өнердің жүгі ауыр, оның тартатын тауқыметі одан да ауыр. Сондықтан бір үйде бір адам жетеді, балам. Сен енді кейбір өнерде әрине бәрі жақсы деуге болмайды. Кейбір әділетсіздік тұстар болып жатады, оны көзімен көрген кездері болды. Сен мұндайға шыдай алмай қалуың мүмкін, балам. Сондықтан осы өнерде оның үстіне қазір сенің қаншалықты өнерге сол дайын екеніңді білмеймін, бірақ сен басқа салаға барсаң деп, біз энергетикалық институтта өзі физика математика школын бітірген, мектебін бітірген, жақсы оқыды. Соң энергетикалық институтта жақсы тәмамдады. Ресейге жағы грантқа жағы магистратураға недер болды, бірақ соның бәрін тәрк етіп, жоқ әке, мен өзімнің жүрегімді тыңдайыншы, сіз де мені түсініңізші, мен оқи алмаймын, ары қарай мен сол қайтаран өнерге барғым келеді, театрға барғым келеді, сондықтан маған рұқсат беріңіздерші деп анасынан менен рұқсат сұрады. Басында әрине келіскен жоқпын, сосын анасы көндіргендей болды. Сонымен келісім беріп, биыл бірінші курста оқып жатыр өнер институтында, жаңа Жүргенов атындағы. Бірінші курста оқыса да Мағжан киноға түсті, біз өте қуаныштымыз. Оған қоса ұлыңыз екеуіңіз, ұлым саған айтам атты бенефис шоуға қатысып қайттыңыз. Бірге өнер көрсеттіңіз. Иә, жалпы әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты сахнаға алып шығуыңызға не түрткі болды? Бүгінде менің замандастарым бар, менен де үлкендер бар, менен де кішілер бар. Біздің қазақтың өзінің дәстүріне, өзіне тән дәстүрі бар, салт әдет ғұрпы бар. Содан айнып жатқан бүгінгі менің замандастарды көрген кезде, бүгінгі енді мен бәрі деп айтпаймын, тарихын тегін білмейтін бір ұрпақтың өсіп жетіліп келе жатқаны мені шошытты. Сонысын кейде енді біз сөйлеген кезде, сұхбат берген кезде, сұлу сөйлейміз, сұлу сұхбат береміз. Ол неге солай болу керек? Мен оны неге осы бір іспен, осы неге мен сахнада үлгісін көрсетпеске? Өйткені енді ол бізде ана Ресей театрларында Мәскеуде бар, бізде бірақ осы Қазақстанда нәрсе болмаған екен. Сондықтан мен осы нәрсені қолға алып, бұның астарында көп дүние бар. Енді ұлым саған айтамын, астарында сол жағы бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың, сол Мағжанның замандастарының намысын жанып, солардың жағы осы елдің де жердің де киесі сендерсіңдер деп, опасыздыққа емес, отаншылдыққа, тексіздікке емес, тектілікке тәрбиелейтін, солардың бір осы қазіргі жастардың бойында бір сөніп баратқан рухты қайтаран жаңарту. Өйткені қазір енді көп айтып жүрміз ғой, енді өзекті мәселе біз бұл кезде ғана емес, бұрыннан да келе жатыр ғой, бірақ осындай бір адамдар түрткі болып сол немен келеді. Сондықтан бір әлгі өр рухың болмаса, ұлтың да жұртың да сау болмайды дейді. Оның үстіне қазіргі енді қарап отырсаңыз, осы бір елді ойландырып, жұртты толғандыратын дүниелердің діңкелеп тұрған шағы екен. Көптің көңіл сөктейміз, ылғи сол бір жағы арзан шоудың жетегінде кетіп жатыр. Соны бір кішкене ұлттың бойына бір сілкініс жасайықшы, оятайықшы. Көп дүниелер айтылды, өткірде дүниелер айтылды. Мен сол кешке келген көрерменнің аузынан енді көп жақсы сөздер естідім. Енді сыншы ол қашанда ең үлкен сыншы ол уақытпен көрермен ғой. Сондықтан көрерменнің бұл кешке деген бағасы өте бөлек болды. Өйткені мен өзім 40-қа толған кезде де баламның аузына сөз салып, әйел адам 40-қа дейін нәрін бермесе ол қасиет, 40-қа келген адамның есі кіріп есеп бере алмаса ол қасірет деп, бір 40 жасымызда сондай бір есеп бергенбіз, онда да бір бөлек дүние жасаған болатынбыз. Ал енді бұл жолғы дүниенің өз салмағы ауыр болды. Жаңада айтып жатырмын ғой, бір елгеде елді ойлап ет жүрегің езілмесе, ұлтың туралы айта алмасаң, онда менің азаматтығымнан не пайда. Соны мен осы тек қана сөзбен емес, осындай дүниемен, іспен бір дәлелдеп көрсетейікші. Бүгінгі енді кейде айтып жатамыз ғой, бір жаңағы жастарға сын айтып жатамыз. Бірақ солардың бәрінің өзі тәрбиенің де, білімнің жүйесінің бәрінің темірқазығы отбасынан басталады. Сондықтан біз отбасымызда баламызға қандай нәрсе үйретіп жатырмыз, баламызға не айта алып жүрміз. Ұлт бойындағы тектілікті тірілту үшін жасалған сол, мен өз баламды сол жағы қазақы мінезде ұлтты сүюге үйретіп келе жатырмын. Оны сол ертең көрген ел балаларына сондай
нәрсені бойларына сіңіріп өсірсі деген ниет қана. Бәрекелді. Аға, рұқсат болса әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, сіздің бенефисіңізді біздің әріптестеріміз арнайы түсіріп, бейне сюжет әзірлеген еді. Соны тамашалап алайық. Ақылбай Ақсақалдың ойлы сөз келелі ақылын қазақтың тыңдағанына кемі 20 жыл болды. Сол кезде ешкім мына қарияны сомдап отырған актер 30-дың ожақ бұжағындағы жап-жас жігіт деп қабылдамады. Оның қылшылдаған жас екенін біле тұра олай демеді. Неге? Өйткені Бекжан Тұрыс жастайынан қазақтың даналығын, қоңыр тірлік, қоңыр мұңын бойына әбден сіңірген азамат еді. Ол теледидарда яки сахнада ғана өз болмысын ұстанбады, өмірімен де қабыстырды. Ол бойлаған тереңдікке көп көргендердің де, көп жасағандардың да көбі бойлай алмады. Сол үшін Бекжан Тұрысты дуалы ауыз абыз деп қабылдады. Бекжан ағамыз шындығында да нағыз өнердің майталманы. Бүгінгі күні елуде ел жаңа деп өзде бір жаңашылдыққа, жаңалыққа ылғи да ұмтылып жүретін жан. Сондықтан да біз бағалаймыз. Бала күнімізден осы ұят болмасынан көрдік қой ең бірінші ол кісінің өнерін. Содан кейін келе оқуға түсіп Алматыға спектакль көре бастадық. Әр спектакльні асығып келетінбіз. Мына 5 бойдаққа бір той деген спектакльін әр қашан келіп көре беретінбіз. Сергелдең болған серлер, өте керемет образдар сомдады. Бекжан Тұрыстың кейіпкерлерін жіті бақылап жүргендер біледі. Әр кейіпкері әр бөлек. Ердің жасы 50-ге ағамыз үлкен дайындықпен келді. Осы жолғы бенефисте актер Бекжанның, азамат Бекжанның абыройының салмағы да ерекше көрінді. Адалдығы, азаматтығы, өресі, бәрі Бекжан Тұрысты ғана емес, жанашырларында қанаттандырып, бір серпілтіп өтті. Бұл бенефисте актер әке ұлының ғана емес, бар қазақтың бойынан жан шұрып қазақылықты іздеді. Үлкен ақылын, ата-баба аманатын айтты. Бұл кеңесті атан түйеге артса, оның да белі қайысып кетермеді. Жас Мағжан қалай қабылдады? Бізге сол қызық. Енді маған шын білсем, әкем кішкентай кезімнен сондай тәрбие беріп жатыр. Енді әкем қазір ұлтымыздың болашағына, саулығы мен салауаттығына, бүкіл болмысы мен қадір қасиетін арттыруға өз ойларымызды ортаға салсақ деген еді, негізі осы кешті бастайтын кезде. Енді ұлтты сүю, ұлтты шын сыйлаудың не екенін, ұлттың рухы көтерілгенде ғана басқа халықтардың алдында беделді болатын әкем кішкентай кезінен бастап ұғындырып келетін. Бұл той, бұл бенефис Бекжан жаққан шырақтың жарығының деңгейінде байқатты. Иә, ол бақытты, ерекше бақытты актер екен, әке екен. Бар қазақ енді Ақылбай Бекжан бақытты болардай үлкен әріппен жазылған қазақ болса екен. Тілек сол. Жақсы, ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Аға, енді осы қойылымды көрермендер қалай қабылдайды деген уайым болған шығар сізде? Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай болды. Біздің енді ең бастысы жазған авторым да, қойған режиссер да, ішінде ойнаған мен де, Мағжанда бір дөп табылған бір үштік болдық, төрттік болдық деп айтсақ болады. Сондай бір көп енді қазір әлеуметтік желілерде жазылып айтылып жатыр, соған қарағанда жаман болмаған сияқты. Бәрекелді аға. Аға, сіз әйгілі Шолпан Жандарбекованың классында оқыдыңыз, әкем театрға атақты Әзірбайжан Мәмбетов атамыздың шақыруымен келдіңіз. Жалпы осындай корифейлердің тәлімін алдыңыз, тәрбиесін көрдіңіз қысқаша айтқанда. Сондай алыптармен кейінгі сахнаға келіп жатқан жас толқынынан қандай айырмашылықтарды байқайсыз? Телеарналарға келіп хабарға қатысып жүрдім, бірақ мен ешқандай театрға қиянат жасаған жоқ едім. Бүгінде сол танымалдылықпен атақтың құрбаны болып, бүгінгі жастарымыз сол көптеген сериалдар қазір өз қаптап кеткен. Сол сериалдардың, сол жағы бір шоулардың жетегінде кетіп театрда сырып қойып тастап жатқандарға мен ылғи өзімнің өкпемді айтып келе жатырмын. Өйткені бізді өнерге баулыған кезде біздің ұстазымыз, мен бұны айтудан ешқашан жалықпаймын, бөлек тәрбиелеген болатын. Сондықтан о баста айтқан кезде де, балам, сен мына жерге өнер ордасына келіп түскеннен кейін сенің бойыңа Алла берген бір дарын бар. Ал енді сол дарынды Алла берген талантқа адал қызмет ет деген болады. Өнердің баспалдағын адал атта деді.
мен сол адалдықты арқалап келе жатқаным. Кейде енді айналаңдағы жағы өнерге қиянат жасап жатқандарды көрмейін десең көзің бар, айтпайын десең сөзің бар. Бүгінде ол айтып жатсаң, сені жақсы көріп жатқан адам жоқ. Кім әділеттілікті қазір жақсы көреді, бірақ оған айтпайын десем менің арым жібермейді. Сол кезде апаларымыз айтады, өнері зор адамнан үйренеді. Біз сол зор адамдардың тәлім тәрбиесін алдық, сол кісілердің қолына солардың қажетін жарадық, енді көп нәрсе алдық. Енді сол алған нәрсемізді кейінгі ұрпаққа аманат етіп жеткізгіміз келеді, бірақ сол аманатты бүгінгі ұрпақ қалай арқалап жүр, осы менің кейде көңіліме күдік келтіреді. Өнер тірі мінезінен айырылып баратқан сияқты. Соны қайтаран бір тірілсек дейміз, сол сүйіспеншілікті театрға, өнерге деген, өнерді өтірік емес, шынайы сүйсе екен дейміз бүгінгі біздің жастарымыздың. Аға, сіз өнердегі образдарыңызды қалай зерттейсіз, образға қалай енесіз? Менің Бауыржан Қаптағаев деген ағам бар, қалжыңдап кейде айтады, Бекжан, сен мен сияқты бетіңді жағы өтіріктен қатқылдандырып, сөзіңді бүйтіп бер жағынан айтасыз, жасыңа жетпей кетіп қаласың ғой деп қалжыңдап жатады. Ол енді әрине қалжың. Бірақ мен образ деуде алдыма жан салмайтын актермін. Шындығы керек, ол өзім мақтанғаным да емес, оны менің әріптестерім де айта жатар. Мен алған күннен бастап мен сол образдың түбіне жетпей мен сахнаға шықпаймын. Сондықтан ол ізденіс бәрі, іздеу, кейде алған дүниеміздің өзі жаныма жат болып қалуы мүмкін. Сол жат болып қалған кезде көп нәрселер сол қай жерде бар, сол жерден іздеймін. Оның себебі деп айта аламын. Мысалы кезінде Өмірзая спектаклін Баққожамыздың қойған кезде Жындыханаға барғаным. Қарттар туралы спектакль қойған, сол қарттардың ішкі шын дүниесін ұмытқым келіп, солармен сөйлескім келіп, солардың ішкі дүниесін, ішкі жанталасын, арпалысын сезгім келді. Сонымен сахнада берсем дедім. Сондай нәрселерді көрдік. Енді кейде бір ертедегі бір нәрселер болып жатады. Енді оған келген кезде тарихқа жүгінеміз, тарихқа. Таңғы уақытта студиямызға келгеніңізге мыңда бір алғыс. Бүгін енді 15 желтоқсан, ертең барша Қазақстан тәуелсіздік күнін мерекелейтін болады. Осыған байланысты сіздің тілегіңізді естісек. Тәуелсіздік ең біріншіден бізге қазаққа Алланың тәуелсіздік үлкен сыйы, Алланың берген үлкен сыйы. Сан ғасырдан бері бабаларымыздың аңсап жете алмай кеткен, сол бабаларымыздың қаны менен, жаны менен мына еліміздің маңдай терімен келген тәуелсіздігіміз болатын. Бар қазақты бауыр тұтатын біздің жастарымыз көп болса екен дейміз. Еліміздің еңсесі биік болса екен дейміз. Осы бір Алла тағалам халқымыздың иманын кемелдендіріп, ынтымақ пен татулықта туып өтіп өмір сүруді нәсіп етсе екен дейміз. Әумин аға. Бәрекелді, осылай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз аға. Ашылып әңгіме айтқаныңызға, салиқалы сұхбат бергеніңізге, ісіңізге, кәсібіңізге, өнеріңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет. Құрметті көрермендер, ал біздің таңғы жүздесуіміз осымен өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау